Ол сөздерде Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Ихфазиллаха яхфазк. Ихфазиллаха яхфазк. Ей бала, Алланы сақта. Алла субханаху ва таала сені сақтайды дейді. Алла субханаху ва таала сақтаушы. Алла субханаху ва таала өзі біреудің сақтауына қажетті емес. Бұл хадистегі Алланы сақта, Алла сені сақтайды дегені Алла субханаху ва тааланың бұйрықтарын орында, қайтарған нәрселерінен шектен. Алла субханаху ва таала бұл өмірде адам баласын емтиханда қойып қойды. Оған істеу мүмкін болған нәрселерді көп тастап, кейбір нәрселерді шектеп қойды. Алланың адал қылған нәрселерін орындады, істетті. Алла субханаху ва таала рұқсат бермеген нәрселерден сақтан. Кімде-кім Алланың бұйырғанын орындаса, қайтарған нәрсесінен сақтанатын болса, ол ақиқатта Алла субханаху ва тааланы сақтаған, яғни шариғатын менен сақтанған адам болады. Ол Алла субханаху ва тааланың сақтауында болады. Адам баласының, момынның сақтауы керек болатын амалдар бар. Солардың ең біріншісі Алла субханаху ва таала оған берген иманын сақтау. Алла субханаху ва таала пендені өз жағынан тауфиқ беріп, өзін танытып, дінін танытқан болса, ол иманда көбеюмен болу керек. Иманды көбейтуге, асыруға және сол иманды сақтауға қатты әрекет қылу керек. Себеп адам баласы өзіне қандай фитналар келіп, оны қалай емтиханнан құлап қалуын өзі білмейді. Егер иманына сақ болып жүрмесе, Аллаға болған махаббаты, пайғамбар алейхиссалату вассаламның сүннетіне болған ұстануы егер сақтанумен болмайтын болса, ол өзі сезбеген жағдайда содан айырылып қалу ештеңе емес. Сол сақталу керек болған мәселелердің және бірі Алла субханаху ва таала пенделеріне күнінде 5 уақыт бұйырған, парыз қылған намазы. Алла субханаху ва таала момын пенделерін мақтап айтады аятта: "Валлазина хум ала салатихим юхафизун". Ол менің пенделерім, олар өздерінің намаздарына сақтанып жүреді. Яғни, әрбір намазды өз уақытында және әр намазды рүкіндері және парыздары және уажиптарын өз орнына қойып, Аллаға болған ықыласпенен орындайды дегендей. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллям имам Абу Дауд рахимахуллах шығарған хадисте айтады: "Ман хафаза алейха кана лаху индаллахи ахдун ай юдхилахул джанна". Кімде-кім сол Алла субханаху ва таала парыз қылған намаздарға сақ болып жүрсе, Алла субханаху ва тааланың алдында оны жаннатқа кіргізуге бір келісімдай сөз болады ол. Ол дәретті, ол намазды шарты болған дәретке де сақтанып жүру, бұл жақсылықтан. Наби саллаллаху алейхи ва саллям имам Ахмад өзінің мұснадында шығарған хадисте айтады: "Ла юхафизу алал вуду илля ал-муъмин". Дәретке сақ болып, әрдайым дәретпен жүруге әрекет қылатын тек қана ол момын адам дейді. Бұл құлшылықтардан сақтау керек болған нәрселердің ең негіздері. Сол сияқты адам баласы оған өзінің денесінде болған аманаттарды да сақтау керек.
Наби саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Масуд радияллаху анху шығарған хадисте, риwayat қылған хадисте, имам Тирмизи рахимахуллах шығарған бұл хадисте. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Аллах субханаху ва тааладан шыныменен ұялыңдар дейді. Сонда сахабалар: Алладан шынымен ұялу қалай болады я Расулаллах дегенде, Алладан шынымен ұялу ол басты сақтау, және бас өз ішіне алған нәрселерді, бас қамтыған нәрселерді сақтау. Ол көз, және ауыз, және соған ұқсаған мүшелерді Аллах субханаху ва тааланың бұйырған нәрселерін орындауға, қайтарған нәрселерден тиылуға үйрету. Ва ан тахфазал батна ва ма хава, тур сол сияқты қарын және оның өз ішіне алған нәрселерді сақтау, бұл пенденің өз денесінде сақтауға бұйырылған нәрселері. Аллах субханаху ва тааланың алдында ертең осы мүшелерді сақтамау туралы да сұралады. Алла айтады: "Вала тақфу ма лайса лака бихи илм". Сен өзің білмеген нәрсені сөйлеме. "Инна ас-сам'a вал басара вал фуада куллу улаика кана анху мас'ула". Құлақта, көзде, жүректе солардың барлығы қияметте сұралған болады. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллям имам Тирмизи рахимахуллах шығарған хадисте айтады: "Ман хафиза байна лихяйхи, ман хафиза ма байна лихяйхи ва ма байна риджлайхи дахала аль-жанна". Кім екі жағының арасындағы және екі аяғының арасындағы нәрсені сақтайтын болса, ол жаннатқа кіреді дейді. Аллах субханаху ва таала өзінің бұйрығын орындап, көздерін және фарыздарын жамандықтан сақтауға бұйырған. Алла айтады: "Құллил муъминина яғудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум". Момындарға айтыңыз, олар көздерін арамнан жұмсын және фарыздарын арамнан сақтасын дейді. "Ва құллил муъминати яғдудна мин абсарихинна ва яхфазна фуружахунна". Тура сол сияқты әйелдерге де айтыңыз, момын әйелдерге де айтыңыз, олар да арамнан көздерін сақтап, және сол сияқты фарыздарында арамнан сақтасын. Себеп көбінесе көз деген бұл жүректің елшісі. Ол нені орындаса, жүрекке сол әсер етеді. Аллах субханаху ва таала осы нәрселерді сақтаған адамды өзінің дүниесінде оның жақсылығын береді. Ақыретте одан да көбірек жақсылық болады. Сол үшін жақсылықты өз орында істеу, соменен денені арамнан сақтауды тек қана нәтижесі ақыретте емес, осы дүниеде де жақсылықта болады. Сол үшін ғалымдардың бірі жасы 100-ден асып, өзінің ақылы және денесінің күші орнында болған уақытта адамдардың бірі сұрайды одан: "Неге соншалық жақсылықтасыз?" деп. Сонда біз бұл денелерді, бұл денедегі мүшелерді жастық уақытымызда Алланың арам қылған нәрселерден сақтаған едік. Жасымыз үлкейіп, кәртейіп қалған уақытымызда Алла бізге оны сақтап қойды дейді. Оның терсі, айыммалардың бірі кәртейіп қалған, көшеде қалған бір шалды, адамдардан садақалар сұрап жүрген, бір қорланып жүрген шалды көріп айтады: "Бұл өте бір зайыф бишара, жастық уақытында Алланың шектеген шегін бекер қылған шығар, мән бермеген шығар. Алла субханаху ва таала
кәртейіп үлкейіп қалған уақытта оған мән бермей қойды дейді. Адам баласы өзі жақсы болатын болса, Алланың шектеген шектерін сақтап жүретін болса, Алла осылай сақтайды. Тек қана өзінің сақталуы емес, егер өзі сақ болып жүретін болса, өзінің сақ болып жүруі оның балдарына да әсер болады. Сол үшін Алла субханаху ва таала Кахф сүресіндегі аятта бағанағы екі баланың ана баланың қайтыс болуы Хидр алейхиссалату вассаламның жол себебіменен, сонда сол қиссаны зікір қылғаннан кейін екі бала, жетім баланың жағдайын зікір қылады. Сонда бір дуалдың астында Алланың өзінің тағдырыменен жасырып қойылған бір байлық болады. Сол дуал құлап кетуге жақын болғанда Алладан болған вахи менен Хидр алейхиссалату вассалам мен Муса алейхиссалату вассалам сол дуалды көтеріп қояды. Сонда соның себебін баяндап, осы дуалдың астында бір байлық бар еді. Бұл байлыққа ие болатын екі жетім бала. Олардың осындай бір жақсылыққа жетуінің себебі Алла айтады: "Ва кана абухума салиха". Ол екі баланың әкесі салих, яғни жақсылықта болған адам еді. Мұны қараңыздар, Алла субханаху ва тааланың шектеген шегінен сақталып, бұйырғанын орындауы тек қана жақсылығы өзіне емес, өзінен кейінгі кеп тұрған ұрпақтарына да әсер етіп жатыр. Сол үшін Саид ибн Мусайиб рахимахуллах өз баласына былай дейді: "Мен өз намазымды көбірек оқып, көбірек дуа қыламын" дейді. Не үшін десе, сені Алла субханаху ва таала жағынан сақтауым үшін дейді. Алла жағынан бол сақталу болады. Бұл төбедегі аятқа сай. Қашан пенде өз жағынан Аллаға болған мойынсынуда болатын болса, Алла субханаху ва таала оны бүткіл жамандықтан сақтайды. Алланың сақтауының бір белгілерінің бірі Наби саллаллаху алейхи уассаламның бір Сафина деген құлы болады. Сол шөлде жоғалып қалады. Сонда алдынан бір арыстан шығады. Сонда Наби саллаллаху алейхи уассаламның бұл құлы айтады: "Ей арыстан, менің барым пайғамбардың бір құлымын, жолдан адастым" дейді. Сонда Алла субханаху ва таала осы айуанды, әдетте жыртқыш болған, адам ояқта тұрсын, өзіне ұқсаған айуандарды жейтін бір мақлуқты пендені сақталуына себеп қылып қояды. Сонда бағанағы арыстан басқа бір жаққа қарап жүріп кетеді. Сафина радиаллаху анху бағанағы жыртқышқа еріп барады артынан. Сонда бағанағы арыстан Наби саллаллаху алейхи уассалам кетіп жатқан бір керуенге Сафинаны жеткізіп қояды да өзі артқа қайтып кетеді. Сол үшін пенделерден талап етілетін нәрсе, Алла субханаху ва таала бұйырған нәрсені өз орында орындауға әрекет қылса, қайтарған нәрселерін өз уақытында, өз орында қайтуға әрекет қылатын болса, бұл екі дүниеде де Алла жағынан болған сақтаумен болады. Хадистің ар жағында айтады: "Ихфазиллаха таджидху туджахак". Алла субханаху ва тааланы сақта, Алланы сен алдында табасың дейді. Яғни сен Алла бұйырған бұйрықтарды орындап, қайтарған нәрселерді қайтып, шегінде тұратын болсаң, сен Алла субханаху ва тааланың жәрдемін бүткіл жағдайларыңды табасың.
алдыңдан да, арт жағыңдан да, ауырлық жағдайда да, қиыншылық жағдайда да Алланың жәрдемінде және сақтауында және туралыққа бастауында табасын. Алла субханаху ва таала айтады: "Инналлаха ма'аллазина тақау валлазина хум мухсинун." Алла субханаху ва таала тақва қылушылар және жақсылық қылушылармен бірге болады дейді. Енді Қатада рахимахулла айтқандай, кімде-кім Алладан тақва қылатын болса, Алла оменен болады. Кімде-кім Алла омен болатын болса, ол ешкімнен жеңілмейді. Оменен тірі ұя уақытта да, ұйықтаған уақытта да оменен сақтаушы болады дейді. Сол үшін сәләф салих айыммаларының бірі өзінің досына былай деп хат жазады: Алла субханаху ва таала сен мен болатын болса, сен онда кімнен қорқасың? Егер Алла саған қарсы болатын болса, онда кімнен үмітің бар? Кімнен үміт етесің деп жатыр. Алла субханаху ва таала Муса мен Харунға осындай бір жаббар Фирауынға жіберген уақытында Муса мен Харунды Алла айтады: "Ла тахафа иннани ма'акума асмa'у ва ара." Сендер қорқпаңдар, мен сендермен біргемін, мен сендерді көріп, естіп тұрамын деді. Сол уәдеден Муса алейхиссалату вассаламға Алла теңізге қарап жөнелуді бұйырған уақытында алдынан теңіз шығып тұр, ешқандай бір жол жоқ. Муса алейхиссалату вассаламның артынан еріп тұрған қауымы: "Қайда баратырмыз? Біздің артымыздан аналар жетіп алатын" дегенде, Муса алейхиссалату вассалам: "Мен сендерменмін" деген уәдеге сеніп, "Калла инна ма'ия рабби саяхдин" деп айтты. Жоқ, сендер айтқандай емес, сөзсіз Раббім менен мені тура жолға бастайды дегенде, осы уәдені сезген жағдайда айтты да, Алла субханаху ва таала Муса алейхиссалату вассаламға сол жерде үлкен бір мұғжиза аятты берді. Ол не? Теңіздің ашылып, сол жерден кеуіп қалған жол ашылып, содан о кісі және сахабалары, қауымы өтіп кетуі болады. Және сол сияқты Наби саллаллаху алейхи уассалам Абу Бакр радияллаху анху менен екеуі үңгірде қалған уақытында Абу Бакр радияллаху анху айтады: "Я Расулаллах, егер мынау Меккенің мүшриктері аяқтарының астына қарағандарында олар бізді көрген болатын еді" десе, Наби саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Ма заннука битhnайни Аллаху thalithuhuma." Алла олардың үшіншісі болған екеу туралы не деп ойлайсың деді. Яғни Алла бізбенен, Алла бізді көріп тұр, өзінің сақтауменен сақтап тұр. "Ла тахзан инналлаха ма'ана" дейді Наби саллаллаху алейхи уассалам. Сен қайғыға түспе, қапа болма, Алла бізбенен дейді. "Ихфазиллаха таджидху туджахак." Сенің алдынан табасын Алланы дегені сол мағынада да. Алла субханаху ва таала ардайым сені жақсылыққа жол бастап, жамандықтан сақтап, ардайым өзінің тауфиқымен болады саған.